Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы мектеп білім ордасы. Білім теңіз, мектеп кеме, мұғалім мектептің жүрегі. Білім нәрімен сусындап, оның құпиясын аша білу күрделі де қиын іс. Осы білім теңізінде еркін жүздіру, бала жанының бағбаны мұғалім болса, мектеп білім ордасы. Мектеп даналардың түлеп ұшар тұғыры, талантын шыңдар білім ордасы, ұлттың рухани байлығы білімінде, ұстанар бағыты тәрбиесінде. Ал осы біліммен сарқылмас бұлағының көзі мектепте. Осындай білім ордасының бірі Абай атындағы орта мектебі. Терең білімі мен шығармашылықтарын танытқаны үшін 5-ші сынып оқушылары марапатталады. Мұрагер интеллектуалды білім порталы ұйымдастырған республикалық қашықтықтан өткізілген суреттер әлемі байқауына қатысып, жүлделі 1-ші орынға ие болғаны үшін Әуелбек Мәди марапатталады. Талапты, талантты жастар интеллектуалды білім порталының қолдауымен ұйымдастырылған жалпы республикалық байқауға қатысып, өнегелі отбасы атты шығармашылық байқауда дарындылығын көрсетіп, ерекше өнерімен үздік деп танылған Жарқынбекұлы Ералы. Ата-ана отбасының негізгі діңгегі, бастапқы дәнекері. Дәстүрлі қазақ отбасында ата-ананың қадірі ерекше әспеттелген. Әсіресе тіршіліктің қайнар көзі, махаббаттың шуақ күні, мейірімнің кәусар бұлағы, ана есіміне қатыссыз дүниеде қасиетті ештеңе жоқ. Сіздердің шексіз махаббатыңыз бен қамқорлығыңыз балалардың шығармашылық қабілетін дамытудың кепілі. Барлық іс-шараларға ат салысқандарыңыз үшін шын жүректен алғыс білдіремін. 5-ші сынып ата-аналарына алғыс жариялаймыз. Қиындығы мен қызығы мол тағы бір оқу жылы артта қалды. Алда жайдары жарқын жаз, көңілді демалыс, тынымсыз еңбек тоқсаны. Баршаңызды оқу жылының аяқталуымен, соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Құрметті 5-ші сынып оқушылары, сіздерді көңілді демалыс, жайдары жарқын жаз қарсы алады. Сау болыңыздар.